Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге күріш ботқасын жасап көрсететін боламын. Таңғы асқа өте пайдалы әрі тез дайындалатын тағам. Видеоны міндетті түрде соңына дейін көруді ұмытпаңыздар. Алдымен бір кесе күрішімізді 2-3 қайтара суға жуып тазалап аламыз. Тазаланған күріштерімізді суын ағызып, оны арнайы ботқа пісіретін ыдысымызға саламыз. Енді бір кесе күрішке үстіне 2 кесе су құйып, оны орташа отта қайнатамыз. Шамамен алған кезде 20 минуттай орташа отта қайнауы тиіс. Осы кезде дәміне қарай тұзын салып, бір реттеп аласыздар. 15-20 минут өткеннен кейін осылай қайнай бастайды. Біртіндеп суымыз тартылады. Үздіксіз араластырып тұруды ұмытпаңыздар, асты жабысып қалуы ықтимал. Енді осылай су тартылған күрішімізге 2 кесе сүт құямыз. Енді баяу отта шамамен 10 минуттай бұқтырып қайнатамыз. Газымыздың асты өте баяу болуы тиіс. 10 минуттан арасында қантын салып, май салып араластырасыздар. Біздің күріш ботқамыз міне дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең оңай әрі ең дәмді әдістердің бірі. Сіздермен болған Фариза Тілеулес. Барлықтарыңызға рахмет.